Баршаңызға сәлем, сіздермен Мөлдір, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте дәмді картошка по-деревенски жасайтын боламыз. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін подписацияны басып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге картоп және сарымсақ қажет болады. Картоптың сыртын ашымай жақсылап жуып салсаңыздар да болады. Мен ашып жақсылап жуып дайындап алдым. Видеода көрініп тұрғандай картопты дәл ортасынан екіге бөліп, оны тағы да осылай ұсақ етіп кесіп шығамыз. Қажетті заттардың барлығын сіздерге описанияға қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Картоптарымыздың барлығын толықтай турап болғаннан соң, оған ерекше дәм беру үшін соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай ұсақ көзді үккіш қажет болады. Мінекей осы үккіштің көмегімен біз сарымсағымызды туралған картоптың үстіне өткіземіз. Сарымсақты өткізіп болған соң, қалауыңызша үйде сіздерде қандай приправа бар, соның барлығын қосып дайындай берсеңіздер болады. Мысалға мен роллтон, на косточке, корица, зира және укроп, кептірілген түрі, паприка, сондай-ақ қызыл бұрыш, сондай-ақ қалауыңызша қара бұрыш және де сұйық май. Егер сіздерде зәйтүн майы болып жатса, зәйтүн майын қоссаңыздар, одан да дәмдірек болады. Сондай-ақ осындай панировочный сухари салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Байқасаңыздар, мен барлығында көз мөлшермен салдым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша шамамен салсаңыздар болады. Және де мен тұз салуға ұмытып барады екенмін. Неге жарты шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, аздаған уақытқа қоя тұрамыз. Сол кезде біздің жаңағы салып қойған приправаларымыз жақсы сінетін болады. Салқын жерге қойсаңыздар, жақсы болады. Келесі кезекте біздің противенімізге пергамент қағазын төсеп, жаңағы біздің маринадталып дайын тұрған картопымызды ішіне салып, дәл видеодағыдай бір-бірден орналастырып шығамыз. Картоптарды орналастырып болған соң, біздің картопымыз 200 градус қызып тұрған пеште шамамен 40-45 минут аралығында пісіп шығатын болады. Піскен кезде иісі бұрқырап, дәмі өте ерекше болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеом пайдалы болып жатса, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.